Сейіт ақсақал 70-тен асқан шағында қарттық пен аурудың азабын тартып жатты. Бойы бұрынғыдай тік емес, көзі нашар көретін, жүрісі ауырлаған. Өмір бойы қара жұмыс істеп, отбасын асыраған қолдары қазір қалтырап, нанды да әрең үзетін. Оның бар үміті, жалғыз ұлы Арман еді. Жас күнде арқасынан қақтап, ертең сен менің таянышым боласың деп сеніп еді. Бірақ уақыт өте бәрі өзгерді. Арман әкесінің әлсіздігін көтере алмай, әрбір қателігін ұрсып, намысына тиетін. Әке, неге қайта-қайта мені мазалай бересіз? Қарасаңшы, адам сияқты жүріп тұра алмайсың. Дейтін ұла. Сейіт үнсіз қалатын. Өйткені әкенің жүрегін баласының бір ауыз суық сөзі ақ жаралайтын. Ол тек: балам, мен де жас болдым, бәрі уақыттың ісі деп күрсінетін. Бір күні әкенің халі тым нашарлады. Әлсіреп, жерге жығылып қалды. Жан дәрмен ұлына қарады. Арман, балам, қолыңнан сүйіп тұрғызшы деді. Бірақ ашуға мінген Арман әкесін көтерудің орнына итеріп жіберді. Қашанғы сені бағып қағам? Шаршатты ғой, деп айқай салды. Әлсіз әке жерге қайта құлап түсті. Сонда да күбірлеп: балам, мен сені ешқашан тастамадым ғой деді. Арман ашуын баса алмай үстінен тепкілеп жіберді. Қарт дене әр соққыдан кейін ауыр күрсінгенімен бір кезде үнсіз қалды. Үнсіздік мәңгілікке созылды. Әке ұлының қолынан жан тәсілім етті. Жаназаға жиналған жұрт Арманға ауыр көзбен қарады. Ал ол болса әкесінің мейірімге толы көзқарасын, балам деген соңғы сөзін есіне алып, есінен танғандай күй кешті. Бірақ бәрі кеш еді. Әке қайта оралмайды. Сол күннен бастап Арманның өмірі астан-кестен болды. Жүрегі тыныштық таппады. Қайда барса да адамдардың сыбырын естігендей болды. Әкесін ұрған баланың берекесі қалады ма? Әке Алланың берген ең үлкен аманаты. Әкеңді сыйламау өз өміріңді қарғау. Әкесін ұрған, қорлаған баланың жүрегінде тыныштық болмайды. Бұл әңгіме әкені қадірлемей жүргендерге ауыр сабақ. Әкең барда қадірле, барда бағала. Өйткені ол кеткен соң қайтып келмей. Әке өмірдің тірегі, шаңырақтың иесі. Бірақ өкінішке қарай, кейбір адамдар оның қадірін барында түсінбейді. Әсіресе қартайған шағында мейірім мен қамқорлыққа зәру болғанда, әкенің жүрегін ауыртатын жағдайлар аз кездеспейді. Бүгінгі әңгіме әкесінің еңбегін, төккен терін ұмытып, керісінше қорлық көрсеткен ұлдың аянышты қателігі жайлы. Бұл оқиға әр тыңдарманға ауыр ой салып, жүрегін елжіретпей қоймайды. Әке орны бөлек тұлға. Оның еңбегі мен мейірімін ештеңемен өлшеу мүмкін емес. Бірақ әкені қадірлемеген баланың өмірінде береке болмайды. Әкесін сыйлаған жан ғана бақыт табады. Осы әңгіменің ғибраты, әкем барда бағалайын, барда сыйлайын, барда қуантайын деген ойды жүрекке түйіп алу. Өйткені әке кеткен соң, оның орнын ешкім толтыра алмайды.